Жоқ, қолын алатырмын, нормально ма, артық етсем ренжіме деп. Неге кешірім сұрап жатсыз? Жоқ, енді қыз баласының неудобный ситуацияға қалдырып қойған шығармын бәлкім. Содан кейін бүкіл ответственностьті өзіме алып отырмын, жауапкершілікті. Аллаханың жылы ма екен? Дегенше. Мына сұрақ сізге қойылған дұрыс шығар, білмеймін мен. Сұрақ па или пікір? Құрбан айт мерекесі құтты болсын дейді. Рахмет, сіздерге де құтты болсын. Айдана Ернармен жарасады, негізі Тұранмен емес дейді. Осы пікірге қалай қарайсыз? Майысқан ше? Оған келсем дегендей қылдыңыз ғой? Қазір. Жоқ, білмеймін негізі. Сырт келбетіміз мүмкін келетін шығар, бірақ Тұранмен де айтады, ұқсайсыңдар деп көп айтады ғой. Сіз қайсысына көбірек сенгіңіз келеді? Қайсысына? Ернармен ұқсайды дегенге ма, Тұранмен ұқсайды дегенге? Ернармен ұқсатпайды бізде, просто жарасады деп айтатындар бар, иә. Бойымыз келетін шығар. Бірақ Тұранмен ұқсайсыңдар деп өте көп айтады. Сол қайсысы енді жарасады деген енді Тұранмен тұр ғой деп ұқсайды дегені ұнап тұр ма? Солай екен достар. Әсем неге пикми ұқсап сөйлейді дейді? Öyle. Pekme kısa söyleyeyim. Просто мына кісі мені қатты еркелетіп соңғы кездері сөйтіп сөйлейтін болып кеткен ғой. Бұны өйтіп сөйлемейтін Негізі берің. бұндай емес. Кім сені еркелейді айтты? Қалай еркелемейсің? Сондай кезде не деп сөйлейсіз? Еркелеп сөйлеймін. Сөйлеңізші еркелеп. Пекме деген негізі мағынасы өте жаман нәрсе. Маған пикми деп айтпаңыздаршы десеңші. Сержан мен Ақеркенің рулары қандай дейді? Менің руым қаңлы ұлы жүз, ішінде сарғаңлы. Сержанның руын ұмытып қала беремін мен. Сәтик Сержанның руы қандай еді? Суан ба? Сержанның руы Суан сияқты. Ұмытып қаламын мен, өзім руымнан басқа бүкіл руды ұмытып қала беремін. Суан ба? Или ұмытып қаламын, өзінен сұрашсыз. Тарихты қаншаға оқыдыңыз? Тарихты мен ең жақсы көрген сабағым тарих болған. Мен барлық сабақты 5-ке оқығанмын. Бірақ тарихты кәдімгідей честно 5 алғанмын деп ойлаймын өзімше. Деп ойлайсыз? Себебі мен мұғалімді қатты жақсы көретін тарихты. Сізге жазып жіберіпті бір оқырман. Кеше өте Сержанға дұрыс емес нәрсе жасады Ақерке деп. Ол өзінің ойы. Менің ойым дұрыс емес нәрсе істеген жоқ. Барлық қыз баласы ол өзінің ойындағысын айтуға құқылы. Орындалсын, орындалмасын айтып көру керек. Бүгін ішіңіз жабық. Бүгін ішім жабық, енді айтып қой енді. Сұрақ қойшы дейді. Ақерке бос уақытында не істегенді ұнатады дейді. Ұйықтағанды. Білдім, осы жауапты айтады. Мен демалыс күндері сағат кешкі 4-5-6-ға дейін ұйықтай бере аламын. Дым жымеймін. Ұйықтай беремін. Сосын ұйқыдан тұрғаннан кейін бір тамақ жей басқа бересіз. дүниеге кетіп қалған адам сияқты ойлаймын өзімді. Бір Марста оянғандай сезінемін өзім. Ұйықтағаннан кейін тұрғаннан кейін тамақ ішемін, одан кейін еще 1-2 сағат телефон қарап жатқанда тағы ұйықтап қаламын. Қыдырмайсыз? Ну, иногда бывает. Шақырып жатса қыдырасың. Былай өзім іздемеймін ешкім. Түнімен қыдырып түске дейін ұйықтай ма деп ойлағам ғой. Жоға қалдық, ондай бар. Ондай жоқ. Сонда ұйықтай бересіз бе сонда? Ұйықтай беремін. Сондай. Бос уақытында тек қана ұйқымен айналысады екен достар.